Dostlar, bugun biz sabungul жасайтын боламыз. Бізге бүгін осындай керек заттар, осындай сабын, және де пышақ керек, және де осындай гүлдің формасы, және де иіс шығаратын мен қызыл цвет, өздеріңіздің қалаған цветтеріңіз, және де осындай кастрюль керек. Ал енді біз бастаймыз. Достар, осылай біз кішкене қылып кесіп аламыз. Біз бірақ сабын істейміз. Біз бірінші істеп тұрған соң. Dostlar, biz birinchi rет істеген соң biz qancha sabun ketетінін білмейміз. Бізде осылай, біздің составда. Dostlar, biz осылай міне кішкентай бөлшектеп иіштіп тастап жатырмыз. Бұны қазір газға еретеміз. Dostlar, міне осылай ерітіп аламыз. Міне біз бұны араластырып тұруымыз керек. Қасықтармен немесе вилка қалған заттарыңыздармен болады. Ал бұны қозғап тұрмасаңыздар, сүт сияқты тасып кетеді. Сондықтан басында тұруларыңыз керек. Достар, бізде осылай дайын болды. Осыны енді формасына құямыз. Достар, формаға құямыз. Осылай, достар, бізге бояу салайын деп жатыр. 2 тамшыдан салынады. 3 тамшыдан екен. 3 тамшыдан осылай салды. Бірақ қазір араластырғанда бойы кәдімгідей болады. Вау, достар, йогурт сияқты болды ғой енді. Әдемі болды. Және де енді бізге иісін шығаруымыз қажет. Қазір. Міне, достар, бұдан 2 тамшы, 3 тамшы ма? Иісі, иісі күшті. Таза йогурт сияқты болды, я? Енді формаға құямыз. Арасын осындай нәрсемен, таяқшамен арасына кіргізуіміз керек. Болмаса форманың нақты шықпай қалады. Достар, осындай пайдалы ақпараттар білгілеріңіз келсе, осы аккаунтқа тіркеліп кетіп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Осылай біз арасын бәрін осылайынан қозғалтып кіргізіп шығамыз. Достар, міне біз осылай қойдық. Енді бізде уже қатып жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай жан-жағы уже. Бізде міне қатайды. Енді шешеміз сабынды. Қорқынышты екен. Достар, осындай әдемі сабын шықты бізде. Осындай бізде өте керемет, иісі күшті. Сіздер енді осы каналға лайк басып тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Всем пока!